Сәлем, менің атым Мадина, күйеуім жылдар бұрын қайтыс болғаннан кейін мен бір сәтте жалғыз қалып қойдым. Жалғыздық адамның үстіне үнсіз түсетін ауыр бұлт секілді еді. Көк аспанды тұтас жауып алатын сұрғылт перде тәрізді. Алғашында ішімдегі бос кеңістік соншалықты терең болды. Әр таң сайын оянғанда жаңа бір мақсат іздеп тұратынмын. Үй шаруасы, бақша жұмысы, ас әзірлеу, осылармен уақыт өте берді. Жас күнімде жалғыз қалу оңай болмағанымен, мен соған үйренуге және өзіме жаңа жол табуға тырысып жүрдім. Бір күні көктемнің сәл салқын лебі есіп тұрған кезде жастық пен көрпелердің жүндерін желдеткім келді. Жүндерді аулаға жайып жатқанда күн сәулесі сондай жылы түсіп тұрды, жіптердің үстінде кішкентай жылтыраған сәулелер билеп тұрғандай көрінді. Жел баяу ғана соғып, жүндердің жеңіл тербелуі көңілге тыныштық сыйлайтын әуенге ұқсап тұрды. Сол сәтте аула мен үшін жай ғана жұмыс істейтін жер емес, кішкентай сахнаға айналғандай болды. Жүндерді жинау үшін аулаға шыққанымда Оңғарбай биді көрдім. Бұл кездесу мен үшін күнделікті өмірдегідей табиғи болғанымен күтпеген жағдай еді. Ішімде аздап таңданыс болды, сонымен бірге белгісіз бір толқу сезілді. Ол маған жақындағанда жүзінде жылдардың жылулығын сақтаған шынайы күлкі бар еді. Жұмысыңыз оң болсын. Қарасам тағы да еңбек етіп жүр екенсіз, деді Оңғарбай би. Дауысы ауладағы құстардың сайрауының арасында жұмсақ әуендей естілді. Мен де шын көңілмен күлімсіреп алғыс айттым. Оның осындай қарапайым ілтипатының өзі менің күнімді жарық қылып жібергендей болды. Күте тұрыңыз, көмектесейін, деді Оңғарбай би. Соншалықты табиғи айтқаны сонша ұсынысын қабылдамай қою мүмкін емес еді. Біраз уақыт жүндерді жинап жүріп әңгімелесе бастадық. Алғашында әңгімеміз қысқа қарапайым болды. Ауа райы, ауладағы гүлдер, көршілер туралы. Бірақ уақыт өте келе сөзіміз ұзара бастады. Күлкіміз де жиілей түсті. Арамыздағы үнсіздік те енді бір түрлі көрінбейтін болды. Керісінше оның ішінде жаңа бір жақындықтың дәні жатқандай еді. Жүндерді жинап бөлмеге апарып жатқанда аяғым кенеттен тайып кетті. Қолымдағы жүндер жеңіл ғана шашырай бастағанда Оңғарбай би қасымнан табылды. Көзіміз түйіскен сол сәтте уақыт тоқтап қалғандай сезілді. Сол мезетте ауладағы желдің өзі де тынғандай еді. Оның орнын үнсіз, бірақ терең бір сәттің тыныштығы басты. Қолымдағы жүндердің жылтыры ішімдегі сезімнің жарығына айналғандай болды. Сол сәттен кейін жалғыздығым біртіндеп жеңілдей бастағанын сездім. Баяу ғана сейіліп, оның орнын жылы әрі тыныш бір сезім басты. Арамызда сөздің қажеті жоқта еді. Үнсіздік айтылмаған сезімнің ең терең көрінісі болатын. Келесі күндері бақшадағы жұмыстар тек сылтау ғана еді. Өйткені мен Оңғарбай бимен көбірек уақыт өткізе бастадым. Бақшадағы гүлдерді реттеу, шай демдеу, терезе алдында отырып ескі естеліктер туралы әңгімелесу. Әр кездескен сайын уақыт басқа бір ырғақпен өтіп жатқандай болатын. Сөйлесіп отырғанда көзіміздің түйісуі жиілей түсті. Қарапайым ғана бір күлкі енді менің бүкіл күнімді өзгертіп жіберетіндей мәнге ие болды. Бұрынғы қарапайым сәттер енді мен үшін ерекше бір әдетке, жылы дәстүрге айналып бара жатты. Ішімде өзімде байқамай өсіп келе жатқан бір қызығушылық бар еді. Бұл жаңа жақындық мені қайда апарар екен? Бір күні аулада кір жайып жатқанымда Оңғарбай би тағы да жаныма келді. Сол кезде біз жай ғана ауа райы туралы күнделікті ұсақ түйек нәрселер жайында сөйлесіп, шын көңілмен күліп тұрғанбыз. Күн сәулесі жүзімді жұмсақ қана сипап өткендей, ал жел ағаш жапырақтарымен ойнап тұрды. Аула кішкентай болса да өте тыныш әрі жайлы бір сахна секілді еді. Сол сәтте Оңғарбай би тоқтап қалды да, көзіндегі сол таныс жылы жанармен маған қарап, бос уақытың болса келіп шай ішейік, деді. Жаңа ғана жаңа шай демдеп қойдым, деп қосты ол. Осы қарапайым шақырудың өзі жүрегіме ерекше бір қуаныш сыйлады. Өйткені ол менің шайды қатты жақсы көретінімді білетін. Әсіресе егер ол самаурында қайнатылған болса. Мен күлімсіреп, қазір барамын, дедім. Кір жайып жүргенімде жүрегімде әлде бір тәтті толқу пайда болды. Кәдімгі бір күн осындай кішкентай ұсыныстың арқасында ерекше бір естелікке айналып бара жатқандай еді. Кірлер желмен бірге жай ғана тербеліп тұрды. Мен олардың ырғағы мен қадамымды жылдамдатып Оңғарбай бидің жанына бардым.
Ол көлеңкелі тыныш бір бұрышқа шағын үстел қойыпты. Үстелдің үстінде 2 кесе шай тұр. Шайдың буы салқын ауада нәзік түтіндей болып жоғары көтеріліп жатты. Біз отырып шайымыздан ұрттай бастадық. Алғашында әңгімеміз күнделікті тақырыптардан басталды. Ауладағы гүл. Бірақ уақыт өте келе біз өткен күнгі кездесуіміз туралы, сол ауладағы үнсіз сәт туралы әңгімелей бастадық. Әр сөз бір-біріміздің әлемімізге қарай салынған кішкентай көпір секілді еді. Көзіміз түйіскен кезде кейде сөздің өзі жеткіліксіз сияқты көрінетін. Біз бір-бірімізді жай ғана жеңіл жымиып түсінетінбіз. Сол сәтте уақыт қалыпты ағысынан шығып кеткендей еді. Сағат пен минуттың мәні жоғалып, ерекше бір тыныштық орнады. Біраздан кейін шайымды бітіріп, мен тағы бір шай құйып келейін деп орнымнан тұрдым. Сол кезде Оңғарбай би жай ғана жымиып қойды. Ол үнсіз ғана жаныма келді. Мен шай құйып жатқанда, ол да қасымда тұрды. Осы кішкентай сәттің өзі жүрегіме түсініксіз бір жылы сезім қалдырды. Сол мезетте екеуміздің арамыздағы үнсіздік одан сайын тереңдей түсті. Сырттағы әлем тынысын ішіне тартып тоқтап қалғандай еді. Жел баяу ғана есіп тұрды. Гүлдердің жұпар иісі бүкіл аулаға таралып кеткен. Сол тыныштықтың ішінен тағы бір ерекше сезім ояна бастады. Сол кезде Оңғарбай бидің көзқарасындағы жылулық жылдар бойы жиналған жалғыздықты бір сәтке ұмыттырғандай еді. Бұл сезім маған көктемде жай ғана бір жарып ашылған алғашқы гүл сияқты көрінді. Үнсіз, нәзік, бірақ терең мағынаға толы. Сол сәт екі жалғыз жанның бір-бірімен жолыққан кезі еді. Бұл сөзден де терең мағынаны үнсіз бөліскен ерекше бір мезет болатын. Сол күні аулада ішкен шайымыз жай ғана кездесу емес, әлдеқайда ерекше бір сәтке айналды. Ішімде ұзақ уақыт бойы байқалмай жүрген тыныштық пен қызығушылық қайтадан ояна бастады. Сол мезетте аулада бірге ішкен шайымыз екеуміз үшін ерекше бір дәстүрге айналғандай болды. Бұл жай ғана шай ішу емес, бір сәтті, бір естелікті бірге бөлісу еді. Әзірге менің әңгімем осы жерден аяқталады. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар. Иә, достар, тағы бір оқиғаның соңына келдік. Келесі бөлімде қайта кездесеміз деген үміттемін. Өздеріңізге өте жақсы қараңыздар. Аман есен болыңыздар.